Видео басталмай тұрып конкурс 10 000 теңгеге. Біріншіден осы видеоға лайк, каналға подписка, колокольчик тұрған жерде все дегенді таңдаңыздар міндетті түрде. Екіншіден менің жаңа каналыма подписка жасаңыздар, ссылкасы астында. Үшіншіден осы видеоға комментарий қалдырыңыздар. Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін топ 2 жақсы ақша төлейтін сайтты көрсетемін, ешқандай салымсыз. Телефон арқылы қолданасыздар, барлығын түсініп ақша тапқың келсе, видеоны соңына дейін көрген дұрыс. Бүгінгі біздің ақша табатын сайттың аты IPWeb деп аталынады, ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Қазіргі кезде 887 000 исполнитель бар, ал дәл қазір 1300 адам онлайн жұмыс істеп жатыр. Осы сайттан біз өзіміздің жеке әлеуметтік желілеріміз арқылы ақша табамыз. Заработок на выполнение заданий, на серфинге, социальные сети деп жазылып тұр. Басқа сайттардан қараған кезде бұл жерде көбірек төлейді. Минимальный сумма вывода, яғни ақшаны шығару үшін бізге 3 рубль ғана табу керек. Ол ақшаны сіздер 3-4 минуттың ішінде тауып, өздеріңіздің Payeer кошелектеріңізға немесе Kiwi'ға шығарып аласыздар. Және де осы сайттың тағы бір ерекшелігі, егер де сіздер телефон арқылы отырсаңыздар, сіздерге арналған приложениялары бар. Яғни сол приложенияны жүктеп, сайтқа кірмей ақша табуларыңызға болады. Ол үшін скачать приложение басамыз. Енді ақша табу үшін регистрация, одан кейін исполнитель дегенді таңдайсыздар. Ваш логин, email, ваш пароль осыларды жазып, зарегистрироваться басамыз. Регистрация жасап болғаннан кейін, мынау біздің жеке кабинетіміз. Қазір сіздерге осы сайттан қалай ақша табуға болатынын көрсетемін, сондықтан да видеоны аяғына дейін көріңіз. Егер де сіздердің телефондарыңыз Android болса, мына жерде скачать программу IPWeb Surf деп тұр, осыған басайық. Мына жерде жазылып тұр, скачать программу для заработка под Android деп. Google Play'дан осы приложениені жүктей аласыздар. Осы сайттан ақша табу үшін сол жағында заработок дегенді таңдаймыз, одан кейін заработать в социальных сетях деген бар. Заработать в социальных сетях, осын таңдайық. Бұл жерде бізге жай ғана группаға подписка жасағанға 0,1 рубль төлейді. Начать выполнение задания дегенге басамыз. Вступить в группу, подтвердить выполнение. Заработано деп шықты. Осылай келесі заданияны орындаймыз. Начать выполнение. Заработано деп шықты. Және осы сайттан ештеңе жасамай пассивті түрде ақша табуға болады. Ол үшін IPWeb Surf программасын компьютерға немесе ноутбукқа жүктейміз. Ол ары қарай өз жұмысын ақтара береді, одан кейін бізге пассивті түрде ақша түсіреді. Келесі сол жағында бізде заработать деген бар, осыған басамыз. Бұл жерде бізге заданиялары беріледі, міне астында жазылып тұр. Подпишитесь на канал, сделайте скриншот, подтверждающую подписку деп. Осы заданияға бізге 0,2 рубль төлейді, осындайдың 15-ін орындасақ 3 рубльді спокойно табамыз. Енді заданияны орындау үшін открыть сайт дегенге басамыз. Подписаться. Мен қазір сіздерге компьютер арқылы көрсетіп отырмын. Егер де сіздер телефон арқылы қолданып отырсаңыздар, онда өте оңай, яғни подписка жасадыңыздар және скриншот. Одан кейін прикрепить скриншот деген бар, мына жерде соған басамыз. Загрузить файл, подтвердить выполнение. Спасибо, оплата будет начислена после проверки дейді. Енді келесі задание. Бұл жерде міндетті түрде оқыңыздар, нажмите нравится или подписаться деп. Одан кейін барып лайк, прикрепить скриншот, открыть. Одан кейін 3 точка тұрған жерде бізде подписаться деген бар, соған басамыз. Теперь вы подписаны на эту страницу, нравится дегенге басамыз. Одан кейін скриншот. Прикрепить скриншот, загрузить файл. Осылай достар, ешқандай қиындығы жоқ, подтвердить выполнение басамыз. Достар, осы заданияны орындау үшін бізге 0,4 рубль төлейді. Описаниясын оқимыз, подпишитесь на канал, сделайте скриншот, подтверждающую подписку дейді. Одан кейін көріп тұрсаңыздар, маған уведомление келді, вам начислено 0,1 рубль деп за выполнение задания в Facebook. Осындай достар, керемет сайт, міндетті түрде қолданып көріңіздер. Енді ақшаны шығарып алу үшін перевести рубль на кошелек деп басамыз. Бұл жерде минимальный вывод 3 рубль Kiwi кошелекқа, одан кейін 10 рубль Payeer'ға. Мен мұнда 10 рубль деп жазамын. Payeer кошелекті таңдаймын. Яғни комиссия вывода 0,4 рубль, перевести. Маған түсетіні 9,6. Перевести рубль на кошелек деп басам. Мне жазылып тұр, заявка на вывод средств была отправлена успешно в ближайшие 30 минут, вы получите перевод деп. Мне достар Payeer'ға IPWeb сайтынан 9,60 рубль жаңағы вывод жасаған ақша түсті. Сайт тексерілген, сондықтан да қолданып көріңіздер. Келесі букс бізде VMware Fast деп аталынады, ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Бұл сайт 2014 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. 7 жылдай болып қалыпты. Мына жерде бізде выплаты деген бар, раздел, соған басайық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, күнделікті ақшалар төленіп жатыр. 25 апрель 30 рубль, 48, 5 рубль. Көбінесе Payeer'ға, WebMoney және Яндекс Деньгиға шығарып жатыр екен. Бұл жерде де минимальный вывод өте аз. Тағы қарап тұрсақ, 24 сағаттың ішінде 66 000 рубль ақша төленген екен. Регистрацияға басамыз. Бұл жерде біз через WebMoney немесе логин пароль бар. Осы логин парольға таңдаймыз. Логиндарыңыз
жазасыздар, имейлдарыңызды, яғни робот продолжить басамыз. Регистрация жасап болғаннан кейін мынау біздің жеке кабинетіміз. Сол жағында заработать деген бар. Бұл жерде яғни заданиялар, серфинг сайтов, переход на сайт, YouTube, одан кейін опрос деген бар. Қазір сіздерге жақсы және оңай ақша табатын тәсілдерді көрсетемін. Задание деген жерде клик YouTube, одан кейін соцсети осыны таңдаңыздар міндетті түрде. Ары қарай қарап тұрсаңыздар, подписаться на Instagram деп тұр. Осы үшін бізге 0.25 рубль ақша төлейді. Өте оңай, яғни 2-3 секунд уақыттарыңызды кетіріп 0.25 рубль табуға болады. Келесі вступить в группу Facebook дейді 0.25 рубль, подписаться и лайк. Сонымен қатар посмотреть видео на YouTube дейді. Бұған сіздерге 1 рубль ақша төлейді екен. Енді подписка жасау үшін осы жерде осыған басамыз. Осы жерде астында описание задания, осында міндетті түрде оқыңыздар. Подписаться осы Инстаграмға, поставить лайк на любой пост деп тұр. Одан кейін коммент жазуға болады. Начать выполнение дегенге басамыз. Заданияны орындап болғаннан кейін осы жерге өздеріңіздің Инстаграм ссылкаларыңызды жазасыздар. Осы ссылканы копировать етіп аламыз. Мына жерде подписаться, одан кейін бір постқа лайк басамыз. Отчет деген жерге өздеріңіздің Instagram логиндарыңызды жазасыздар, отправить басамыз. Одан кейін бізге тексеріліп ақшаны төлейді. Міне достар, тағы бір задание, комментарий YouTube деп тұр. Осы үшін 0.5 рубль төлейді. Осындай заданиялар өте көп, өздеріңіз орындап шығуларыңызға болады. Telegram бот дейді. Бұл жерде 1 рубльға дейін төлейді екен. Осы жердегі әрбір задание сіздерден бір 30-20 секунд уақыттарыңызды ғана кетіресіздер. Және жақсы төленеді. Сондықтан да осыны міндетті түрде қолданыңыздар. Заданиялар өте көп. Көріп тұрсыздар міне. Енді келесі раздел бізде опросы деген, осыған басамыз. Бұл жерде бізге әрбір опросқа 13-14 рубльдан төлейді екен. Енді келесі ақша табатын раздел серфинг сайтов, ол барлықтарыңызға белгілі деп ойлаймын. Осыған басайық. Бұл жерде бізге өте аз ақша төлейді, бірақ та ештеңе жасамай ақша табамыз. Сондықтан да барлығын өздеріңіз орындап шығыңыздар. Мысалы, осыған басайық. Таймерді күтеміз. Цифраны таңдаймыз 361. Просмотр засчитан деп шықты. Ақшаны біз Payer-ға немесе Kiwi кошелекқа шығарып алуға болады. Мен Payer-ді таңдаймын. Минимальная сумма вывода бізде 5 рубль. Сондықтан да осы сайтты міндетті түрде қолданып көріңіздер.